Әміре Қашаубаевтың өліміне Мұстафа Шоқайдың қатысы бар ма? Қашаубаев шетелге шыққан кезде Алаш қозғалысының қайраткері, көрнекті ғалым, Түркістан автономиясының жетекшісі Мұстафа Шоқаймен бірнеше рет кездеседі. Ал кеңес үкіметі Шоқайды қашқын, сатқын деген пікірде еді. Кейін НКВД қызметкерлері Әмірені тергеуге шақырып, қырағы бақылауға алады. Әміре Қашаубаевтың тергеу протоколынан біраз мәлімет алуға болады. Онда ол: біз 1925 жылы маусым айының ортасында Парижге келдік. Делегация құрамында 14 адам болды. Қонақ үйге орналастық. Екінші күні бөлмеме Мұстафа Шоқай келді, таныстық. Ол Қазақстан туралы сұрай бастады. Менің оқыған, оқымағанымды сұрады. Менің кәсіби білімім жоқ деп айттым. Ол Байтұрсынов пен Дулатов жайлы және олар немен айналысып жүргені туралы да сұрады. Мен Байтұрсыновты Қызылордада оқытушы, ал Дулатов жазушы, кітаптар жазып жүр дедім. Мұстафа Шоқай маған өзінің сұлу төбеде туғанын, туыстарының әлі күнге дейін сол жақта тұрып жатқанын жеткізді. Олармен хат алысып, хабарласып тұратынын айтты. Совет елшісі Красин оған елге қайтуға ұсыныс жасағанын, бірақ отанға оралса қуғынға ұшырайтынын да жеткізді делінген протоколда. Ал Қазақстан композиторлар одағының төрағасы Балнұр Қыдырбек әншінің Парижде Мұстафа Шоқаймен кездесуін былайша сипаттайды. Қашаубаев тергеу протоколында Мұстафа Шоқай өзіне хат бергенін айтады. Кетер кезде ол маған Байтұрсынов пен Дулатовқа сәлем жолдап, блокноттың тілдей парағына өз қолымен олардың аты жөндерін жазып хат жолдады. Париж сапарынан кейін мен Қызылордада болып, Байтұрсынов және Дулатовпен бірнеше рет кездестім. Олар шетте жүрген Мұстафа Шоқайдың өмірі мен қызметі туралы сұрай бастады. Мен Мұстафа шетелде шығатын түрлі баспалар мен газеттерде қызмет істеп жүргені туралы айтып бердім. Мұстафа Шоқайдың Байтұрсынов пен Дулатовқа жолдаған хаттарын жоғалтып алдым. Мен оны көп іздедім, бірақ таба алмадым дейді ол тергеу протоколында. 1925 жылы Әміре Қашаубаев Францияға сапарынан соң НКВД-ның назарына түседі. Ал 1927 жылы Қашаубаев тағы да шетелге сапар шегеді. Бұл жолы ол көп ұлтты кеңес одағы делегациясы құрамында Майндағы Франкфуртте өткен көрмеге қатысып ән айтады. Онда ол тағы Мұстафа Шоқаймен кездеседі. Оның бұл әрекеті коммунистік партияға ұнамайды. Әнші елге оралған соң оған қатысты ашық және аяусыз қудалау басталды. 1934 жылы 7 қарашасында әнші Қазан революциясына орай Алматыда Қыз жібек операсын қою үшін үлкен премьераға дайындалады. Күләш Байсейітовамен бірге сахнаға шығып, Төлегеннің партиясын орындау Әміренің арманы болады. Алайда сол жылдың 6 қарашасында қараған түні 46 жасында қақаған қара суықта Алматының көшелерінің бірінен Әміре Қашаубаевтың өлі денесі табылады. Ол Алматыда жерленеді. Қашаубаевтың жұмбақ өліміне қатысты сан түрлі болжам бар. Оның бірі әншіге удың берілуі, бірақ бұл болжамды нақтылайтын бірде-бір құжат жоқ. Тек бір анығы Әміре Қашаубаевтың қазасы кездейсоқ болуы мүмкін емес еді. Өлерінің алдында композитор Ахмет Жұбановпен кездесіп, егер маған бір жағдай болса, балаларыма қарайласып, қамқор болшы деп өтініш айтқан.